Әлемдік бестселлер «Атомдық әдеттер» кітабы 8 минутта. Джеймс Клир шағын жүйелі жетілдірулердің күшін британдық велокоманданың тарихы арқылы түсіндіреді. Жылдар бойы бұл команда сәтсіздікке ұшырап, бірде-бір Тур де Франс немесе Олимпиада медалін ұта алмаған еді. Бұл жағдай Дэйв Брейлсфорд команда жаттықтырушысы болып тағайындалған кезде түбегейлі өзгерді. Брейлсфорд шектік жақсартулардың жиынтығы деп аталатын стратегияны енгізді. Ол велоспорттың әр аспектісінде 1% кішкентай жақсартулар жасауға бағытталған. Бұл өзгерістерге велосипед орындықтарын ыңғайлы етіп реттеу, шабандоздардың тамақтануын жақсарту және бұлшық еттерді қалпына келтіру үшін әртүрлі массаж гельдерін сынау кіреді. Бұл кішігірім өзгерістер жеке алғанда маңызсыз көрінуі мүмкін, бірақ уақыт өте келе жинақтала отырып үлкен нәтижелерге алып келді. 5 жылдың ішінде британдық велошабандоздар спортта үстемдік құрып, бірнеше Тур де Франс және Олимпиада алтын медальдарын жеңіп алды. Бұл оқиға «Атомдық әдеттер» кітабының негізгі идеясын тамаша көрсетеді. Ал енді кітаптың басты бөлімдеріне тоқталып өтейік. Атомдық әдеттердің күші. Шағын әдеттер уақыт өте келе үлкен нәтижелерге алып келеді. Мысалы, сіз күніңізді 1%-ға жақсартып отыратын болсаңыз, бір жыл ішінде 37 есе жақсарасыз. Егер сіз оқуды жақсартқыңыз келсе, күніне бір бет қана оқу бастапқыда аз болып көрінгенмен, бір жыл ішінде бірнеше кітап оқуға келеді. Джеймс Клир мінез-құлықтың қалай жұмыс істейтініне негізделген жаңа әдеттерді қалыптастыру немесе нашар әдеттерді жою үшін қолданылатын 4 заң ұсынады. Ол сигнал, құмарлық, жауап және сыйақы. Жақсы әдеттеріңізді орындау үшін сигналдарды қоршаған ортаңызда мүмкіндігінше айқын етіп жасаңыз. Егер сіз таңертең спорт залға барғыңыз келсе, жаттығу киіміңізді түнде дайындап қойыңыз. Көрінетін сигнал сіздің жоспарыңызды орындауды жеңілдетеді. Екінші, әдеттеріңізді ұнамды етіп жасаңыз. Оларды жағымды нәтижелермен байланыстырыңыз. Егер жүгіру әдетін қалыптастырғыңыз келсе, сүйікті подкасты тек жүгіру кезінде тыңдаңыз. Бұл әрекетті қызықты етіп, жағымды ассоциация жасайды. Үшінші, жаңа әдеттерді бастауға кедергілерді азайтыңыз. Мүмкіндігінше жеңіл етіп бастаңыз. 2 минуттық ереже. Мысалы, кітап оқып бастағыңыз келсе, онда күнделікті 1 бет оқуыңыз сізге жеткілікті болады. Төртінші, біз әдетте қысқа мерзімде қанағаттандыратын әрекеттерді қайталауға бейімбіз. Әдетті бақылау парағында әрбір күнді белгілеп отыру бұл кішкене, бірақ қанағаттандыратын сыйақы. Бұл прогрестің көрінетін белгісі болып, әдетті жалғастыруды арттырады. Нашар әдеттерден арылу. Клир нашар әдеттерден арылу үшін осы заңдарды кері қолдануды ұсынады. Мысалы, егер сіз зиянды тағамнан бас тартқыңыз келсе, зиянды тағамдарды үйіңізден алып тастаңыз. Осылайша олар қолжетімсіз және көзге көрінбейді. Келесі, шылым шегуді тоқтату үшін оның жағымсыз денсаулық әсерлерін ойлаңыз. Темекі шегу өкпе мен теріге қалай әсер ететінін елестетіп, оны тартымсыз етіңіз. Келесі, қиындатыңыз. Егер сіз әлеуметтік желілерде аз уақыт өткізгіңіз келсе, телефонның барлық қолданбаларды өшіріңіз. Әлеуметтік желілерге компьютер арқылы кіру қажет болғанда ойланып қалатын боласыз. Төртінші, оны қанағатсыз етіңіз. Жаман әдетіңізді орындағанда сізді бақылап, жауап беретін дос табыңыз. Егер сіз спорт залға бармасаңыз, досыңыз сізге ескерту жасайды. Бұл бірден теріс нәтиже беретін болады. Жасырын потенциалдың кезеңі. Жаңа әдеттерді бастағанда нәтиже уақытынан кешігіп келеді. Бастапқыда күш салу нәтиже бермейтін сияқты көрінеді, бірақ уақыт өте келе әдеттер белгілі бір шекке жеткенде нәтиже байқала бастайды. Мысалы, шет тілін үйрену бастапқыда баяу жүретіндей көрінуі мүмкін. Сіз бірнеше ай бойы негізгі сөздік пен грамматиканы үйреніп, айтарлықтай жетістікке жетпегендей боласыз. Алайда, тұрақты тәжірибеден кейін түсіну деңгейіңіз кенет артып, әңгімелер оңайырақ болады. Тұлғалық негізделген әдеттер. Өз мінез-құлқыңызды өзгертуге ең тиімді жол қандай нәтижеге қол жеткізгіңіз келетініне емес, кім болғыңыз келетініне назар аудару. Әдеттеріңіз тұлғаңызды қалыптастырады. Мысалы, мен марафон жүгіргім келеді деп айтудың орнына, мен жүгірушімін деп айтыңыз. Әр жолы жүгіруге шыққанда сіз жүгіруші екендігіңізді дәлелдеп, бұл тұлғалық көзқарас әдетті ұзақ уақыт бойы сақтауға көмектеседі. Жүйелердің маңыздылығы мақсаттардың емес. Мақсаттар нәтижеге бағытталған, бірақ жүйелер сол нәтижелерге жетуге мүмкіндік беретін үдерістер туралы. Жүйелерге назар аудару тұрақты табысқа жетелейді. Мысалы, кітап жазғым келеді деген мақсаттың орнына күн сайын 500 сөз жазу жүйесіне назар аударыңыз.
Мақсат сізге бағыт береді, ал күнделікті жүйе тұрақты ілгерілеуді қамтамасыз етеді. Мақсатқа жетесіз бе, жетпейсіз бе? Күнделікті жазу әдеті жазу шеберлігіңізді жетілдіреді. Әдеттерді байланыстыр. Жаңа әдетті ескі әдетке қосу арқылы оны күнделікті өміріңізге енгізу оңай болады. Мысалы, егер сіз әр таң сайын кофе қайнатсаңыз, оны жаңа пайдалы әрекетпен байланыстырыңыз. Мысалы, 10 минутқа жазу немесе алғыс айтуды тәжірибелеу, кофе қайнатқаннан кейін бір параграф жазамын деген секілді. Қоршаған ортаның рөлі. Біздің мінез-құлқымызға ерік-жігерден гөрі қоршаған орта көбірек әсер етеді. Қоршаған ортаны өзгерту арқылы жақсы әдеттерді жеңілдетіп, нашар әдеттерді қиындатыңыз. Мысалы, гитара ойнау әдетін қалыптастырғыңыз келсе, гитараны қонақ бөлмеңізге қойыңыз. Сонда ол әрдайым көрініп тұрады. Бұл көрінетін сигнал гитараны қолыңызға алуға ықтималдылықты арттырады. Әдеттерді бақылау олардың тұрақтылығын сақтауға көмектеседі, ал рефлексия мінез-құлқыңызды талдауға және түзетуге мүмкіндік береді. Мысалы, ақша үнемдеу әдетін бастағыңыз келсе, әрбір шығыныңызды бақылау үшін қолданба пайдаланыңыз. Айдың соңында шығыныңызды қарап, бюджетіңізді жақсарту үшін қадамдар жасайтын боласыз. Алтын орта ережесі. Адамдар өздерінің қабілеттерінен сәл жоғары тапсырмалармен жұмыс істеген кезде мотивацияның ең жоғары деңгейіне жетеді. Бұл тапсырмалар сізді аздап қиындатуы керек, бірақ тым күрделі болмауы керек. Сіз фортепиано ойнауды үйренгіңіз келсе, сәл қиындау туындылар таңдаңыз. Тым оңай болса жалығасыз, тым күрделі болса көңіліңіз қалуы мүмкін. Және соңғы бөлім әлеуметтік әсердің күші. Сізді қоршаған адамдар сіздің әдеттеріңізге қатты әсер етеді. Біз қандай да бір топтың әдеттерін саналы немесе бейсаналы түрде қабылдауға бейімбіз. Мысалы, егер сіз жүгірушілер тобына қосылсаңыз, жүгіру әдетін сақтап қалуыңыз ықтимал, өйткені басқалар да сол әрекетпен айналысады. Позитивті топтық қысым мінез-құлықты ынталандырады. Сонымен қорытындылай келе, Джеймс Клирдің «Атомдық әдеттер» кітабы кішкентай бірақ тұрақты қадамдар арқылы жақсы әдеттерді қалыптастыру және нашар әдеттерден арылу бойынша практикалық стратегиялар ұсынады. Мінез-құлықты өзгертудің 4 заңы арқылы қоршаған ортаны өзгерту және жетістіктеріңізді бақылау арқылы өміріңізді біртіндеп жақсартуға болады. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Комментарийға келесіде қандай кітаптарды көргілеріңіз келеді, жазып кетіңіздер. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.